Телефон қайда? Балам, бұл жігіттің саған не керегі бар? Оны біліп қайтесіз? Осынша қорлайтындай саған не жазды ол? Оны да білмей қойыңыз. Ең бастысы бұл өте нашар адам. Соны ұмытпаңыз. Оның дұрыс емес, балам. Ешкім көрмей тұрғанда тезірек босатып жібер. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін мен жақсы білемін. Араласпаңыз. Бәріне қол жеткіземіз. Асықпай, еппен, ақырындап. Қазір толқын бой бермей жүр. Бірақ кейін Әлидің оралмайтынын түсініп, өз-ақ мойныма асылып жұбаныш жасайтын болады. О, балай, мен екпе салғанда толқынның атын қайта-қайта атап шақырды. Бұныңнан түк шықпайды, балам. Олар бір-бірін сүйеді. Сүймесе, өзі қапаста жатып толқынның атын айтама. Өлейін деп жатып, толқынды ойлап жатыр ма? Ақымақ. Балам, ақылға кел. Қалағаныңа басқа жолмен жетуге болады. Басың жас, ақылың бар. Сен армандаған байлыққа өз қалауыңмен жетесің. Біреудің байлығы саған баға келмейді. Көмектесіңіз келмей қалды ма? Солай болса бірден айтыңыз. Өзіңіз емес пе? Менің кешірімімді алғыңыз келген. Егер менің кешірімімді алғыңыз келсе, менімен соңына дейін барасыз. Байғыз, кешеден бері нәр татқан жоқ. Аштан өліп қалама деп қорқам. Құр дәрімен жатыр. Өлмейді. Менің мақсатым бұны өлтіру емес. Уақыт созыңқырап, толқыннан күдерін үздіру. Ойымды жүзеге асырған соң, бұл сорлыны қоя беремін. Толқыннан басқа саған қыз құрып қалды ма? Сіз ештеңе түсінбейсіз. Толқынға қол жеткізгенім, компанияның тізігінің қолыма ұстағаным емес пе? Екі қоянды бір оқпен атты деген осы. Уақыт созып, күдер үздіріп қосылдың делік. Кейін Әли босап шыққан соң, бәрін айтады ғой. Ол сұмдықты білген соң, толқын сенімен бірге қалады деп ойлайсың ба? Ол кезде із-түзсіз жоғалып, сосын мен мұндамын деп келіп тұрған Әлиді кім тыңдайды? Оның үстіне мен қарап отырмаймын. Толқынның сезімін, суытудың жолдарын қарастырамын. Сөз бітті.